Желілік маркетингті бастау, табысқа деген көзқарасыңызды қайта қарау. Бұл басқа ойлауды, жаңа ойлауды қажет етеді. Бірінші парадигманың ауысуы желілік маркетингті маңызды бизнес ретінде қарастыру. Оған мейрамхана ашқандай немесе компания ашқандай қараңыз. Уақытыңды осыған арнадың, бар күшіңді сал. Тәртіпті сақта. Өйткені бұл хобби емес. Бұл сенің болашағың. Бұл парадигманың екінші ауысуы. Біз есейген сайын табысқа жету сіздің қанша адамды танитыныңызға байланысты екенін үйретті. Неғұрлым көп байланыс болса, соғұрлым табысқа жетесіз. Бірақ желілік маркетингте бұл ереже өзгереді. Өйткені табыс тек контактілеріңізге ғана емес. Сонымен қатар қайталануыңызға да байланысты. 4 адамнан 16 адам шығады. 16 адамнан 64 адам шығады. Жақында сіздің ұйымыңыз соншалықты өседі. Сіз оны ешқашан елестете алмайсыз. Үшінші парадигманың ауысуы, ең үлкен парадигманың ауысуы. Сіз енді өзіңізге емес, қызметкерлеріңізге назар аударасыз. Олардың мақсаттарына жетуіне көмектесіңіз, армандарын қолдаңыз. Өйткені сіздің командаңыз табысқа жеткенде, сіз де табысқа жетесіз. Бұл жеке жетістік туралы емес, көшбасшыларды тәрбиелеу туралы. Үш парадигманың ауысуы. Бизнесті құрметтеңіз, қайталануға жол беріңіз. Адамдарыңызға назар аударыңыз. Ойыңызды өзгертіңіз, сонда сіз болашағыңызды өзгертесіз. Өйткені ниет тегі табыс парадигманың ауысуынан басталады.